Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 15 сәуір 2023 жыл. Алдарыңызда Стихаев Айдархан Ашымханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта ғылыми танымдық әңгімемізді жүргізіп келеміз. Мақсаттық әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Бұл ата-бабаларымыздың аңсаған арманы, ұрпағына деген аманаты. Біз сол аманатты жеткізушілеріміз. Құрметті әлеумет, өткен ролигімізде біз осы қазақ дүниетанымындағы рухани жүйенің түзілімінің ерекшелігіне қарай біршама жаңалықтарымызды айттық. Ол негізгі жаңалықтар қандай мағынада өрбігенін дәл еске түсіре кетейік. Сол әңгімемізді бастамас бұрын, құрметті әлеумет, біз әдеттегідей өзіміздің экранымыздың бұрышына бағана тасымызды көрсетіп қояйық. Екінші бұрышына өзіміздің жасаған кемел адам, әруақты адамның көркем бейнесін сипаттайтын үлгімізді көрсетіп қояйық. Міне осыларды көре отырып, біздің әңгімеміздің мағынасы, мазмұны қандай бағытта жүріп отқандарын біліп отырарсыздар деп ойлаймыз. Ал енді құрметті әлеумет, әңгімемізді жалғастырайық. Біз өткен жолғы ролигімізде негізі ақиқаттарды анықтадық, сөйтіп рухани мұрат нұсқа, яғни Құдайды ақтау, пәктеу жағдайына тоқталып өттік. Енді осыны біз ары қарай тақырыбымызды жалғаса түспекпіз. Құрметті әлеумет, біз жаңағы анықтамамызда қазақ дүниетанымындағы рухани жүйенің түзілімінің ерекшелігі дегенде сұрақ туындап жатқанын білеміз. Біз ұлттық дүниетаным, діни дүниетаным дегенді білеміз. Оны қазақ дүниетанымы деп сіз қайдан шығарып отырсыз? Оны қалай түсінеміз деген сұрақтардың болуы әбден мүмкін. Бұны ғылыми жұмыспен айналысып жатқан адамдар да қоюы мүмкін. Жай түсініп қарап отырған өрелі, саналы адамды қою мүмкін. Сол сұрақ көкейінде тұрады. Біраз еңбекпен таныс адамдар, яғни ғылым еңбекпен, көркем еңбектермен таныс адамдар осылай ойлауы мүмкін. Сол себептен де біз сол айырмашылығын, ұлттық діни дүниетанымның айырмашылығына біз біршама мынандай мағынамен жауап беріп кеткіміз келеді. Яғни анықтама үлгісінде, яғни қазақ дүниетанымы деп өзіндік өмір сүру тәжірибесінде қалыптасқан үлгі-өнеге, тәлім-тәрбие, тәртіп талаптарынан тұратын ерекше ұстанымға ие өрелік нұсқаны айтамыз. Қайталаймын, ерекше ұстанымға ие өрелік нұсқаны айтамыз деп түсіндіргім келеді. Яғни бұл анықтама оның ұлттық дүниетанымнан, діни дүниетанымнан айырмашылығы біздің айтып отырған қазақ дүниетанымның сонда. Яғни ерекшелігі де, айырмашылығы да мен айтып отырған анықтамадан аңғарсаңыздар болады. Екінші,
рухани жүйе деп қоймады деп қазақ дүниетанымында ойлауы мүмкін. Ал рухани жүйе дегеніміз деп өмір сүру тәжірибесімен қалыптасқан ең іргелі, ең жоғарғы рухани мұрат нұсқадан бастап төменгі субъекті нысандар рухани әрекеттеріндегі үрдіс жолдарының бір тұтастықтағы байланыс түзілімін айтамыз. Ойланып қараңыздар. Түсіндіңіздер ме? Түсінесіздер деп ойлаймыз. Себебі біз әңгімемізді, құрметті әлеумет, түсінетін қауымға, өрелі қауымға, саналы қауымға арнап отырмыз. Әңгімемізді осылай жалғастырып, осы анықтамасын беріп қарасақ, біз дұрыс түсіндіреміз деп ойлаймыз. Өйткені бұны мен білемін, тек ауыз екі тұрмыстық сөздермен сөйлесіп қана, сондай тұрмыстық үлгідегі қойылып жатқан кинофильмдер, әңгімелерді теледидардан көріп отырған жастардың әңгімелерін ғана көріп соған мәз болып отырған көрермендердің ой нұсқасына, яғни сөздеріне ұқсамайды. Бұл тұрмыстық сөз емес, бұл қазақша кәдімгі ғылыми үлгіге негізі бар, сипаты бар, терең толғанатын адамдарға арналған. Сондықтан біз анау тұрмыстық деңгейге түсіп кетпеу үшін мен осындай үлгіде, осындай деңгейде сіздермен әңгіме қозғап отырады деп түсінесіздер. Өйткені біздер қазақ тілін дамытуға үшін біршама осындай ой өрістермен, осындай сөз сипаттарымен адамдарды саралауға үйретіп алға тартуымыз керек, ұрпақты тартуымыз керек. Әйтпесе бұл ойлану қабілетінен, саралау қабілетінен тіл деген үлкен киелі ұғымымыздың бәріне біз кедергі жасап дамуына жол аша алмай қаламыз. Түсінгісі келетін жастар не айтып отыр деп ұғынатындай болса, онда олар ұғынғылары келетін болса, онда олар ден қойып, қызығушылығын оятып, тыңдау қажет, тыңдауға мәжбүр болу керек білім алғысы келсе. Сондықтан біз білімді азаматтармен сөйлесіп отырмыз. Солар тыңдарманымыз солардан деп үмітпен сіздерге арнап отырмыз. Бізге осы деңгейден төмен түсіп түсіндірудің қажет жоқ деп ойлаймыз. Міне осылайша біздің жаңағы анықтамаларымыздан аңғарғаныңыздай, бұлар бір-бірімен сабақтасып жатқан рухани ұғымды аңғартады. Енді анықтама деген не? Бұл кісі анықтама бере бергіш деп айтуларыңыз да мүмкін. Мен оған да тоқтала кетсем. Анықтама деген екі ғана жағдаймен байланысты туындайды. Біріншісі, ғасырлап, дәуірлеп, тәжірибе сыннан өткен ұлттық ерекшеліктің екшеленуі негізіндегі өмір тәжірибесімен туындайтын шынайы нұсқа, ақиқат нәтижесінен шығады. Яғни, құрметті әлеумет, бұл халықтың ұлттық жадынан шығып жатқан үлгілерді мақал-мәтел, нұсқалық, ақылдардың негізіндегі сөздерді айтуға болады. Олар өмір тәжірибесінен өткен шынайы түсініктерге негізделген. Екінші, олардың бәрі анықтама. Екіншіден, ізденістік ғылыми тәжірибе негіздерінде анықталып, нәтижелері өмір сүру күшіне ие болып, беку арқылы нақтылағандағы тұжырымнан тұрады. Яғни, көріңіздер, екі ғана тұжырымдық, яғни ұлттық үлгіден шыққандар ғылым негізге жаттап, оны игеруге болады, зерттеуге болады екен. Екінші, мынау ғылыми ізденіс негізіндегі қорытындыланған нәтижелер үлгісіндегі шыққан анықтамалар. Екі үлгімен ғана нақтыланып, адам өміріне қажетті нәрселерді түсінуге болады екен. Міне біз, құрметті әлеумет, сондықтан біздің айтып отырған нысанымыздағы әңгімелер ғылыми негізі бар. Өйткені біз халықтық үлгіні зерттеп, біз солардың астарын ашып отырған адамдармыз. Құр жай әртүрлі өтірік сілтемелер емес, біз нақтыланған, дәуірлеп келе жатқан, бүгінде сыртта қағаз қалған өзіміздің қазақ дүниетанымындағы ерекшелік негіздерге көңіл аударып, соны нәтижесінде әңгімемізді, ғылыми танымдық әңгімемізді жалғастырып отырмыз. Міне, ары қарай әңгімемізді айтатын болсақ, біз рухани тұрғыда іргелі 5 жағдайды луақатты анықтадық өткен жолы.
Оны өткен алдыңғы роликтерімізде айттық. Енді соны бір еске қайтадан түсіре беруіміз керек, қайта түсіре беруіміз керек. Бұл сіздердің, яғни елдің, тыңдарманымыздың санасында жатталу керек бұл сөз. Бірінші іргелі ұлы ақиқат жанды қорғау дедік. Екінші іргелі ұлы ақиқат өліммен күресу дедік. Үшінші іргелі ұлы ақиқат өліммен күресіп, өлімді біржола жеңу дедік. Төртінші іргелі ұлы ақиқат Құдайды ақтап, Құдайдың да жаратушы Құдайды ақтап, адалдап, тазалап, пәктеп алдық. Өлімді Құдайдан емес екенін білдік. Бесінші ұлы ақиқат іргелі ұлы ақиқат, құрметті әлеумет, жаратушы Құдай біз үшін ең таза, жоғарғы рухани мұраттық нұсқа деп отырмыз. Яғни Құдай жаратушы өзімізге үлгі етіп, жаратушыны өзімізге үлгі етіп отырмыз. Осындай тұжырымға келу үшін біз аққа Құдай жақ деп қазақ атамның ең іргелі тұжырымын негізге алып отырмыз. Ең іргелі тұжырымын. Осы бар жоғы 3 сөзден құралған қысқа ғана тұжырымның тек қазақтың ғана емес, сонымен қоса бүкіл адамзат баласының іргелі рухани ақиқатын анықтап тұрған құндылығы деп білеміз. Бірінші, аққа Құдай жақ па? Яғни ақ та Құдайға жақ. Олай болмаса ақ болмас еді. Құдай жаратушы болмас еді. Бірін-бірі пәктеп тұр деп түсінуге болады. Ақтап тұр деп түсінуге болады. Өйткені бейнелеп айтқанда ақ нұр, ақ жарық, ақ сәуле. Онда дағы жоқ. Яғни Құдайда дағы жоқ. Таза, кірбің жоқ. Ал даг болса көрінеді, білінеді, кірбің пайда болады. Құрметті әлеумет, бұл бірінші бейнелік анықтама деп түсініңіздер. Құдайдың қандай екенін білуге керек екені осында тұр. Екінші, қазақ атам ренжіген адамнан, танысқан адамнан бір жағдайлар туындаған жағдайда Құдайың бар ма, әлде Құдайың жоқ па деп сұрайды. Ренжігенде, осының Құдайы жоқ деп ренжиді. Құдай бар болатын болса, сенуге болады деп ұғады. Дінің бар ма деп сұрамайды. Құдайын, яғни жаратушы Құдайын сұрайды. Бұл дегенім үлгі-өнеге тұтатын ең жоғарғы рухани мұраттық нұсқаң бар ма, әлде жоқ па деген сөз. Яғни ең іргелі жоғарғы рухани мұраттық нұсқаң бар ма деген сөз. Қараңыздар, қалай зерттеп тексеріп қарайды атамыз. Қазақша бұл үлгі-өнегеге үйрететін, еліктейтін, өзіңе рухани үлгі ететін кімің бар, нең бар дегені түсінген адамға. Алдындағы адамның рухани болмысын анықтап алу мәселесін аңғартып тұр. Яғни кіммен жөн сұрасып тұрғанын бөлу керек. Адам баласының бәріне тән, бәрінің керек ететін бұл ең жоғарғы іргелі. Ол рухани мұраттық нұсқа қазақша жаратушы Құдай деп аталады. Ал ол қараңғыда жанып тұрған жарық сияқты, нұрдай әппақ, ақ, кіршіксіз, кірбіңсіз, таза өзіне шақырып тұрады. Соның, яғни жаратушы Құдайдың сондай әппақ, ақ, кіршіксіз, таза екен бүгінде кімдер айта алып жатыр? Мәселе сонда. Құдай деген сөз негізі діни ұғымдарға қатысты айтылады. Ал осы уақытқа дейін әлемдік деген діндердің қайсысы Құдайды солай қазақ сияқты ақтап, ақ деп пәктей алып жатыр? Айтыңыздар. Айта алмайсыздар деп ойлаймын. Қайта керісінше сол
Құдай арқылы елді қорқытып, үрейлендіріп жатқан жоқ па? Олай емес пе? Өздеріңіз қазір қандай құдайға сеніп отырсыздар? Сіздер құдайларыңызды қалай көресіздер? Экраннан айқайлап, құдайдан ғана қорқамын, басқа ешкімнен қорықпаймын деп батыр сынып жатқандар көп қой. Сонда оларда құдай бар ма деп ойлайсыздар ма? Мен ойлаймын, оларда құдай жоқ, не екенін де түсінбейді. Дағды әдет бойынша, өзгелердің үйретіп қойғандары бойынша, өздеріне жаңағы серттескендей болып, кереметтігіндей кеуделерін қағып айтып отқан сөздер. Яғни, оларда ең жоғарғы рухани мұратымызға жоқ деген сөз. Құрметті әлеумет. Сондықтан көре білуіміз керек, сезе білуіміз керек, ойлана білуіміз керек. Бұл жағдайды рухани түрде ішкі жан дүниелеріңізбен ұғыныңыздар. Көре біліңіздер, сезе біліңіздер, ойлана біліңіздер. Болмаса сыртқы ақпараттық ағымдарға қарап, соларды тыңдап, көре біліңіздер, сезе біліңіздер, ойлана біліңіздер, оқи біліңіздер, тыңдай біліңіздер. Міне, сонда біздің не айтып отырғандарыңызбен салыстырып қарағанда сіздер түсінесіздер. Көңілдеріңіз қай жаққа тартатынын білесіздер. Қай жақта пәктік бар, ақтық бар, тазалық бар, сол жаққа бұрыласыздар деп ойлаймыз. Егер де көңілдеріңіз ондай тартпаса, онда өкінішті. Онда құдайсыз адам, қазақ атаның айтқанша адам болып шығасыздар. Сондықтан құрметті бізге төрт періштеміз, яғни шындық періштеміз, рухани періштеміз, ғылыми періштеміз, өнер періштеміз осылай сіздерге айтып түсіндір деп отыр. Біз сіздерге соны айтып отырмыз. Бұл әңгімемізді келесі санымызда жалғастыра түсеміз. Аққа құдай жақ дегенімізді. Сондықтан көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.